кешке дейін ет жей бермей, кішкене етсіз де тамақ істеуге болады. Бүгін осылай жұмыртқаны қайнатып пісіріп алдым. Қалағаныңыздарынша пісіресіздер. Сосын пиязды турап қазанға майға қызып тұрған майға салып, үстіне бізде мынандай жазда жапқан не бар, соны салып, қызартып, қуырып, кәдімгі еттің тұздығын дайындайсыз ғой, сол сияқты шала қуырып алдым. Қазанды жумай, сол майдың үстіне суық суды құйып, картошка тұзын салып, картошка пісем дегенше қамырды жайып, бағанағы піскен жұмыртқаңызды сыртын ашып дайындап қоясыздар. Сосын картошканы сүзіп алып, қамырымызды кесіп, осы сорпаға пісіріп аласыздар да, еттің орнына жұмыртқаны кесіп салып, кешкі асты дайындап бересіздер. Міне, әйелдер, сіздерге тағы бір идея. Бұл асқазанға ешқандай да ауыр емес, жүректеріңіз ауырып кетпесін, анда-санда бір жегенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Міне, кешкі тамағымыздың түрі осындай болып шықты, бағалап өтіңіздер. Бұны біздер шаш күртік дейміз.